Алмагүл Төлеуқұлқызы өмірі өнегеге толы жан. Оның жүріп өткен сара жолы ұрпақтарына үлгі, әулетіне мақтаныш. Төлеуқұлқызы Алмагүл 1954 жылы 19 ақпанда Алматы облысы Балқаш ауданы Құйған ауылында Мұса ұлы Төлеуқұл мен Шаймахамбет қызы Күлбағиланың отбасында дүниеге келген. Әкесі Төлеуқұл 1938 жылы қиыр шығыстан күштеп депортацияланған Корей халқының бір жанұясына пана болып, бір үзім нанымен бөлісіп, Іле өзенінің Балқаш көліне құяр сағасында балық шаруашылығымен айналысатын «Достижение» колхозын құруға атсалысып еңбек еткен. Осы Алмагүл қызымның отбасы, ата-анасы, бауырлары менен мен сол осы әулетке келгенде көрші болып тұрдық. Енді Алмагүлдің ата-анасы да керемет адамдар еді. Сондай қарапайым, тәрбиелі, мынау Алмагүл сондай тәрбиелі отбасынан шыққан. Алмагүл десе Алмагүл сондай тәрбиелі қыз еді. Әкесі балаларын жұмысқа ертіп аулып, бала Алмагүл кішкентайынан еңбекке араласып өсті. Ол ерекше зеректігімен, асқан еңбекқорлығымен көзге түсіп, айналасынан оқ бойы озық тұрды. Алмагүлім өте зерек еді. Бозжан мектебінде оқыды. Және өзі ән айтып, конкурстарға қатынасып жүрді. Нойпыт колхозында кішкентай кезімізде сол жерде болдық. Өзі ақ көңіл, сондай адамның баласының көңілін қалдырмайтын, кішкентай кезінде өзі күліп жүретін. Оқушы Алмагүл отбасында үй шаруасына қолғабыс етіп, мектепте ән айтып, би билеп, мектеп аралық іс-шараларға да уақыт тауып, өте белсенді болды. 1971 жылы Құйған ауылы Бозжанов атындағы орта мектебін үздік бағамен бітіргені оның білімге құштар бой жеткен болғанын аңғартады. Мектеп бітірген соң арман қуған жас талапкер Қазақ мемлекеттік университетіне түсуге жолы болмай, 1973 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің қаржы факультетіне оқуға түседі. Университет қабырғасында оқып жүріп, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, студенттер кеңесі мен оқытушылар арасында зор беделге ие болады. Содан бастап 5 жыл бір группада оқыдық. Қаржы мамандығынан экономист деген атақ алып шықтық. Енді одан бері бірталай жыл уақыт өтіп кетті ғой қарағым. Айтайын дегенім сол 5 жыл жүрген кезде Алмагүлдің ақ жарқын бейнесі өте салтанатты жүретін еді. Сондай бір мойып, бір жаңағы ренжіп жүрген күндерін көрмейсің. Жаңағы кейде сабақтан төмен баға алып қаламыз. Жаңағы сол кезде шыққаннан кейін айтады, басқа берсін, пересдача бар ғой деп жүре беретін кезіміз еді. Сол мен содан бастап 5 жыл бірге оқыдық. 1978 жылы сол бітіріп, әр қайсымыз ауылға кеттік. 1978 жылы университетті үздік тәмамдап, комсомол жолдамасымен сол кездегі Торғай облысы, Арқалық қаласына, облыстық партия комитетінің халық шаруашылығы бөліміне нұсқаушы қызметіне тағайындалады. Араға бір жыл салып, 1979 жылдың жазында Алматы облысының жаңадан құрылған Күрт ауданына, аудандық қаржы бөліміне бас экономист қызметіне келген жас мамандың Ақши ауылындағы өнегелі өмірі басталады. Жылдан бастап осы аудан тарағанға дейін осы аудандық қаржы бөлімінде бірге жұмыс істедік. Күрт ауданында қызметте жүріп, ауданның дамуына үлесін қосып, ерікті қоғамдық ұйымдарына мүше болып, жұмыстан тыс уақытта егіс алқабында тер төгеді. Алмагүл тетені мен жас кезімнен білем.
Мен бір 5-6 жас үлкенде болса да, бірге осы бала тапардың суына шомылып, құмын кешіп, оқу бітіргеннен жан жаққа кеттік қой. Ақши ауылында кездестік. Ол кісі де оқу бітіріп келіп, осы жерге жұмысқа келіпті. Алыста жүргенде туғаның бірге болмайды екен. Подружкаң бірге болып жүреді екен жанында. Сол подружкамен бірге бір квартирада тұрып, бір үйде тұрып жұмыс істедік. 80 жылы. Күйеуге шығып кетті осы Бақыт ағама. Жақсылап, тойын тойлап, біз деген қыздар шығарып салдық. Өте жақсы подружка едік. 1980 жылы Күрті аудандық қаржы бөлімінің жас маманы Бақытбек Сағынбекұлымен отау құрады. Жас жанұяның 1982 жылы тұңғыштары Зәуре дүниеге келеді. Одан кейін 1984 жылы ұлы Азамат және 1987 жылы ұлы Самат өмірге келді. Шаңырақтары шаттыққа кенеліп, перзенттеріне бақытты балалық сыйлап, өмір өтіп жатты. Өзім кішкентай кезімде Ақшиде каникул сайын Ақшиде болатынбыз. Каникул қалай болады, Ақшидеге кететінбіз. Ақшиде мал баққанбыз, сиыр сауатынбыз. Сиырды сауып, сүтін, қаймақ, құрт сондай жасайтынбыз, Алмагүл мама бәріміз. Сосын сиырдың қиын жинайтынбыз. Мама жинамайым деген кезде бай баласын деп жинайтынбыз. Сол қызық кездер көп еді. Алмагүл Төлеуқұлқызы Күрті аудандық қаржы бөлімінде аудан тарағанша 1997 жылға дейін қызмет атқарды. Балалары есейіп, күйбең тірлікпен уақыт зымырап өте берді. 88 жылы мен аспирантурада жүргенде, как раз Қорғайын деп жүрген, біздің оқу бітіргенімізге 10 жыл болған. Сол 10 жылды бас көзімізбен барлығымыз жаңағы біздің курстастар бәрі Қарағандыда тойлапты. Сол кезде мен оған өкінішке орай қатыса алмадым. Қатыса алмаған себебім сол кезде аспирантураны бітіріп, енді Қорғайын деп жатыр едім. Сондықтан жаңағы жігіттер, қыздар кейіннен айтты, ой өте тамаша болды, Алмагүл келді, басқа жолдасымен келді деді. Өкінішке орай, онда мен кездесе алмадым. Сонда айтты, Алмагүл келді, жолдасымен өте жақсы кісі екен, бәрімен танысып, как будто бірге оққан, бірге жүрген адамдай сияқты өте жақсы қабылдады біздің жігіттер мен қыздар деп айтты. Адамзат баласына болашағын болжау мүмкін емес. Тағдырдың жазуы солай шығар. 2000 жылы мамыр айында жолдасы Бақытбек небәрі 43 жасында кенеттен қайтыс болды. Бақытбек жездеміз өте бір тамаша кісі болатын. Екеуі осы 3 баланы тәрбиелеп, өкінішке орай әкпеміз жездемізден 45 жасында өте жас қалды. Я вообще восхищаюсь Алмагүл, насколько она была сильная, насколько она была... Она же ни секунду, ни минуту не показала, ни как ей больно, она не показала, ни как ей тяжело. Это просто, говорю, женщина, о которой можно восхищаться. Бақтаға қайтыс болғанда, балалар жаңадан оқып бітіріп отқан кез болған. Зәуре оқуды жаңадан бітіріп, 1-ші курстағын оқитын сол кезде. Азамат оқуды бітіріп, 10-ші класты бітіріп, осы последний соңғы қоңыраудан кейін осы аяқ астынан Бақытбек марқұм болып кетті. Ол кезде ауыл аймақтардың әлеуметтік жағдайы төмендеп, елді жұмыссыздық жайлаған тоқырау кездер еді. Жолдасынан қапыда айырылған Алмагүл қиындыққа мойымай, ұл қыздарын өсіріп, жоғарғы білім алуына аянбай еңбек етті. Балаларын қатарынан қалдырмай, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты ана атанды. Балаларында жақсылап тәрбиеледі, еш нәрседен кем қылған жоқ, оқуын оқытты, қолдарына дипломына берді. Алмагүл сондай қажырлы адам еді өзі, ешқандай мойымай, жолдасы кетсе де мойымай осы балаларды жеткізіп, өзінің ақылдылығыменен, білімділігіменен, адамгершілігіменен. Алмагүл анамыз 2000 жылдан бастап зейнет жасына шыққанға дейін Күрті ауылдық округі әкімі аппаратында бас маман қызметін абыроймен атқарып, ауылдың
ауданның, облыстың қоғамдық саяси жұмыстарына белсене араласты. Қызмет бабында таныстық негізінде ол кісі финотделда істеп, мен резервде істеп жүріп, отчет тапсырып жүріп, мені кісінің сондай алдына барған кезде жылы жүзбен қарсы алып, мені білмеген жерімді түсіндіріп айтып, өзінің ақыл кеңесін беріп, сөйтіп мені қарсы алатын еді. Сол Алмагүл тәте менің өзінің әдемі бейнесімен, жарқын жүзімен, күлімдеген көзімен, бірге жүрген күндерімен, ыстық бейнесімен менің көз алдымда қалып қалды. Құданы да Құдай қосады дейді. Біздің балаларымыз қосылатын болып, өздерінің бірге жүретіндерін айтып, екеуміз бұрынғыдан бетер құда-құдағи болдық. Барлық тойын, барлық жақсы істерін атқардық. Екеуміз әй демей, шәй демей, сондай бір жақсы өмір сүрдік деп айтқым келеді. Қызмет бабында облыс, аудан әкімдерінің әртүрлі мақтау қағаздары мен құрмет грамоталарымен мадақталған. 2008 жылы Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті ұйымдастырылуымен өткен ән байқауында әріптесі Советхан Әрімбек қызымен қатысып, бас жүлдеге ие болды. Алмагүл екеуміз сонау 2002 жылдары осы Күрті ауылдық округінде бірге қызмет еттік. Бірге жүрдік. Екеумізді егізсіңдер ма деп сұрайтын еді. Әрине өткен өмір міне Алмагүлдің де кеткеніне бір жыл уақыт болып қапты. Тағдырдың жазуы солай болды. Болмаса өмірді жақсы көретін, бұл өмірге құштар еді. Содан бірге жұмыс істеп жүр, қызмет істеп жүргенде 2008 жылдары Алматы облысы бойынша мемлекеттік қызметшілер арасында ән байқауы болып, екеуміз Күртінің бойын жағалай деген айтуған, марқұм айтуған ағамыздың өлеңін бірге шырқап, жүлделі орынға ие болдық облыстық. Бұның бәрі сүйікті ісіне деген адалдығы, еңбекке деген жанкештілігінің көрінісі. Анамыз 2012 жылы Зейнет демалысына шықты. Зейнет демалысына шықса да, ауданның қоғамдық жұмыстарының бел ортасында жүріп, әжелер ансамблінде, Сарытауқым фольклорлық бірлестігінде өнер көрсетіп жүрді. Алмагүл анамыз ағайынға бауырмау, туысқа қамқор, ауылдастарына өте сыйлы еді. Өте ақ көңіл кісі, жаны ашып, біреуге бір қиыншылық түссе жанасып отыратын кісі болады. Бірдеңке болса жүгіріп кеп, не болды, не істейін? Үйге кірсем, не істейін деп екі білегін сыбалып шыға келеді, ең көңілді кісі болады. Алмагүл өзі ауырып, өзі операция жасап жүр. Мен де қыстай ауырып, 6 рет химия алдым. Сонда мен есін алдында отырсам, сонда Алмагүл өзі операциядан шығып, менің қалым сұрауға келді. Ол енді ол үлкен адамгершілік қой. Әркімнің қолынан келе бермейді. Өзі қызметін істей жүріп, осы жан жақтағы осы тұрған ауылдарына өте сыйлы екен. Халықтың бәрі Алмагүл десе аузын ашып тұрған халық екен. Ана өмірдегі ең жанашыр адам, ең адал дос, ең дана ақылшы, ең мейірімді қамқоршы екен. Қиын қыстау шақтарда балалары үшін аянбай еңбек етіп, адал қызмет атқарды. Әкеміздің жоқтығын білдірмей, Асқар таудай пана болған Абзал анамыз, бір қыз, 2 ұлдан 8 немере сүйген асыл әже. Құда-құдағилар, осы біздің семьямызды сыйлап келіп отырған жора жолдас, бауырлар, барлықтарыңызға көп рахмет. Осы қуанышымызды ортақтасып жатқандарыңызға. Не дейміз, менің 2 балам бақытты болсын, дендері сау болсын, аман есен болсын. Енді әрине толқыныс та бар. Осы тойды жақсылап тойлаңыздар, кетпеңіздер, біткенше кетпейсіздер, естің алдына шығармайым ешқайсыңызды. Сол үшін қызықтаңыздар.
күшіңізді, жеңіңіздер, билеңіздер. Сіздер үшін жасауыңыздар просто. Балаларым бақытты болсын, дендері сау болсын. Мына құдаларым 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Барлық жақсылық үшін. Солғанша гүлім көзді тоңып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Қайсы? Сары. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнады мән саған. Қарыз бөзәжім ақ шашыңа, көзіңнің жасына. Өзіңсің бақыт бақшасы да, өмірдің басы да. Ана, ана, ана. Аяулы анамыз 2019 жылы шілде айының 28-інде бұл дүниеден озып, мәңгілік өмірге кетті. Әрине тағдыр, өмір сондай, Алланың берген өмірі сол болса, енді бұған біз оған қарсы келе алмаймыз. Өзім ең жақсы көретін мамам еді, мама деп айтатын едім. Өз мамамдай, туғандай асырады, бақты о кісі. Менің екінші мамам десем де болады, туған мамам. Жатқан жері жайлы болсын. Әр кезімізде, жүрегімізде қаласыз. Сізді ешқашан ұмытпаймыз. Уже почти год, но у меня такое чувство, как будто она в Ахчах, как будто она здесь, как будто она вообще рядом с нами. Это действительно, вот реально в сердце у меня есть такое чувство, что она рядом, она здесь, она рядом со своими детьми. И ее просьба последняя была, чтобы наши дети были все вместе. Поэтому мое пожелание, такое же пожелание, как матери Алмагуль, дети были всегда вместе, чтобы они были друг другу поддержкой. Өнегелі ғұмыры, үлгілі еңбегі әлі көз алдымызда. Топырағың торға, жаның жәннатта болсын, асыл анашым. Сен мәңгі біздің жүрегіміздесің. Менің әкем мінезі жұмсақ, момын адам болатын. Ал анам керісінше ер мінезді, өжет, сондай ештеңеден мойымайтын қайратты кісі болған. Бізді сен ұлсың, қызсың деп бөлмей, барлық шаруаларға үйретіп өсірді. Үйде жаңағы тамақ істеу, үй жинау болсын, далада мал сою, ет бұзу сияқты жаңағы барлық шаруалардың бәріне үйретіп тәрбиеледі. Ең алдымен дұрыс адам болыңдар, ешкімнің ала жібін аттамаңдар, әкелердің атына кір келтірмеңдер деп бізге үнемі сөйтіп ақылын айтып отыратын. Мен үшін менің анам даналық пен кемеңгерліктің үлгісі болып қалады. Сен мәңгі менің жүрегімдесің, анашым. Асыл анамай, бізге өзіңнің берген үлгі өнегең әрдайым біз өзіміздің өмірімізде қолданамыз. Анамның өмірінің тірісінде
балаларына, бауырларына, құда жекжаттарына, жолдас жораларына, құрбы құрдастарына жылы қарым-қатынасы менің әлі көз алдымда. Оның істеген әрбір іс-әрекеті, әрбір сөздері қазіргі кезде мен үшін үлкен өнеге. Ол мені жастайымнан дұрыс жолда жүруге, әрдайым асыл дос болуға, асыл жар болуға, асыл ана болуға тәрбиеледі. Анамды қазіргі кезде шынымен де қанша жасында айырылсаң да бәрібір жетім сияқты жүретін екендігін не көзім жетіп отыр. Асыл анамай, сен әрқашанда бізді тек қана өзіңнің қамқорлығыңмен, өзіңнің мейірімділігімен, өзіңнің парасаттылығыменен, ақылыңменен әрдайым бізді жетелеп отырдың. Сен әрқашанда біздің бағыттаушымыз, өмірдегі нұсқаушымыз болатынсыз. Енді алдағы уақытта өзіңнің берген тәлім-тәрбиеңді өзімнің осы өмірлік тәжірибемде кеңірек қолданамын деген ойдамын. Рахмет саған, маматайым, мамам, алмашкам, алмушкам деп еркелететінмін. Сен біздің әрдайым жүрегіміздесің. Мен үйдің кенжесі болған соң, ата-анам мені еркелетіп өсірген еді. Содан шығар мүмкін. Анамның қасынан көп ұзамай шықпайтынмын. Студент кезінде 4 жыл бойы апта сайын, әр мейрам сайын Алматыда қалмай ауылға кетіп қалатынмын. Анамның жанында болатынмын. Анам өзінің аналық парызын толық орындады. Және анамның жарқын бейнесі менің жүрегімде мәңгі өшпейді. Осы еске алу фильмін дайындаған қызы Зәуре, ұлдары Азамат, Самат.